Достар, бүгін біздің сүйікті сериалдың бірінші сезонын бір роликке жинап, оның толық 12 сериясына бөліп шықтым. Рахаттанып көріңіздер. Адамзаттың барлығын қырып жіберген түсініксіз вирустан кейін Филипп Миллер жер бетіндегі жалғыз адам. Соңғы жылда жалғыз өзі өмір сүріп, бәлкім тірі қалған адамдар бар шығар деп ақш-тың барлығын аралап жүр. Ол бүкіл штаттарды аралап, өткен жерлерінің барлығына өз жайлы жария етіп, музейлерден жәдігерлер мен суреттер ұрлайды. Тірі қалған адамдарды іздеуден шаршап, Филипп өзінің туған қаласы Тусонға қайта оралуды шешеді. Әйткенмен үміт үзбей, жолда кезіктірген әрбір жарнамалық баннерге Тусонда әлі тірі адам бар деп жазып кетеді. Қалаға келіп, өзінің қаусап қалған пәтерінен өзіне керекті заттарды алып, байлар тұратын айтарлықтай таза, сәнді районға келеді. Ол жерден өзіне ең үлкен салтанатты үйді таңдап алады. Келесі күндерді еркек үйін сәндеумен өткізеді. Ақ үйден алынған арнайы өрме, динозавр сүйегі, Оскар сыйлығы мен бағасы миллиардтан асып кеткен көптеген құнды жәдігерлер. Еркек күніге ұйықтамас бұрын Құдайдан жасаған күнәлар үшін кешірім сұрап, маған бірақ нәрсе, әдемі қызды жібере қойшы деп жалынады. Ертесіне көптеген көліктердің біріне мініп, іш киіммен маркеттің біріне келіп, терезесін сындырып ішке кіреді. Жыл бойы жалғыз өмір сүріп, ұят, әдеп деген нәрселерден жұрдай болып, ойына келген істейтін жағдайға түскен тәрізді. Түк болмағандай толып тұрған банкілерді қиратып, үйіне толтырып, ересектерге арналған киноларды тасып келеді. Уақыт өткізу үшін өзімен өзі ракетбол ойнайды. Ал нысана ретінде аквариумдар мен лампаларды қолданып, көліктерді бір-біріне итеріп соғады. Бұл әрекеттер оған адреналин алып, жалғыздық сезімнен айырылуға көмектеседі. Бір айдан кейін ол жайымен ақылынан алжағандай болады. Өзінің туылған күнінде еркекке бұрынғы өмірінде шынымен де бағалай алмаған нәрселері есіне түсіп кетеді. Ол өзінің анасы, өмірі мен өзін қоршаған адамдарды қатты сағынып жүр. Сцена бірнеше ай алға ауысады. Еркек өмір сүріп жатқан орасан зор үй қоқыс тастайтын жерге айналып кеткен сыңайлы. Іш ол ешқашан жинамайтын қаңылтыр банкалар мен пластиктерге толып кетіпті. Ал оны жинаудың еш мәнісі жоқ. Бәрібір ешкім көрмейді. Еркек бірнеше күн душ қабылдамай хайуан тәрізді өмір сүре бастайды. Үйде су құбыры жоқ, ал туалет пластикалық бутылкаларға толы. Сондықтан ол бассейндегі трамплиннен тесік жасап, оны туалет ретінде қолданады. Оған қоса балаларға арналған бассейнге маргариталар мен ішімдікке толтырып, жатып алып, жатқан суын ішіп жатады. Кейін бір күні барға барып, топтарға адам беттерін салып, оларға есім мен мінез бере бастайды. Олармен шынайы дос сияқты сөйлесе бастайды. Бәлкім жалғыздықтан арылу үшін болар. Түнде Герри есімді допты киім магазиніне алып келіп, өзі ғашық болған манекенге жақындап, қолын сындырып алып еді, шыдай алмай жатып алып, өмір сүргім келмейді деп зарлап, жақын арадағы дөңге барып, тасқа өзінің атын жазып, өмірден кетпек болады. Өзінің елес достарына, сендер әрдайым есімде боласыңдар деп қоштасады. Одан кейін көлігіне отырып, дөңге қарай қатты жылдамдықпен газды басып бағытталады. Кездейсоқ түтінді көріп, көлігі соғылып бұзылмай тұрып, тоқтатып үлгереді. Дерлік өлі күйінде жүрген Филипптің өзі көргеніне сенбей, дереу машинаға отырып, түтін шыққан трейлерге басып келеді. Мұнда адам өмір сүретіні сөзсіз. Артынша тәңірден өткен жыл бойы күні-түні сұраған нәрсесін көреді. Нақтырақ айтсақ, бір бөлшегін, әйелдің көйлегі. Былайша айтқанда бюстгальтері. Біреу оны кепсін деп жайып қойыпты. Филипп таң қалғаны соншалықты киімнің иесінен талып қалады. Көзін ашады. Керемет әдемі қыз оны тізесіне жатқызып алыпты. Ол сенің кез келген қалауыңды орындаймын деп жақсылап сүйеді. Филипп кайфпен сүйісіп жатыр еді, бірақ шірей өтірік болып кеткенін өздеріңізде түсінген шығарсыздар. Бұл түс екен. Көзін екінші мәрте ашады. Бұл жолы қызды көреді. Әдемі ме, әдемі емес пе, өздеріңіз шешіңіздер. Ол еркекті қолдан дем алдырып құтқарып қалған екен. Сонша уақыттан кейін тірі адамды көрген екеуі не айтарларын білмей қалады. Филипп түсіндегі қызды әлі ұмыта қоймай, ол қыз қайда құрып кетті деп сандырақтай бастайды. Қыз болса, одан да өзінің су іш киімге қарасай деп көрсетеді. Байғұс еркек түсінде сұлу қызды көріп, шыдай алмай жіберіп қойыпты. Ол да әйтеуір сылтау іздеп, жоқ, жай жүзгенде су болып қалған ғой деп қоя қоймайды. Еркектің бұл талпынысынан қыз қорқып, сөмкесінен револьверін алып, оған қадап тұрып, жақындама деп ескертеді. Филипп ақыры, иә, мен шынымен де жіберіп қойдым деп мойындап ұялып қалады.
сабырға түсіп бірін-бірі таныстырады. Қыздың аты Керол. Вирус тарамай тұрып, ол аналитика жасаушы болған екен. Бәрі қырылған соң міне осылай кезіп жүрмін деп айтады. Еркектің жарнама тақтайшаларындағы жазуын көріп, шынымен де жер бетіндегі соңғы адаммын ба деп осында келдім деп түсіндіреді. Филипп күні-түні қыз әйелді кезіктірсі келіп армандағанмен Керолды көріп қатты қуана қоймағандай болады. Қыз оның грамматикалық қателіктерін бірнеше рет түзеп, оның айтқан әзілдерін түсіне қоймай, мәселеге қатысы жоқ әңгімелер айта береді. Кішкене сөйлесіп, екеуі азық-түлік дүкеніне барады. Көшеде 0 адам болса да, қыз тоқта деген белгіден өтіп кеттің ба деп шағымданады. Еркек көлік көріп тұрсың ба дегенімен, қыз жоқ, біз заңға қайшылық жасамауымыз керек. Онда жануарларға айналамыз деп айтқаннан қайтпайды. Филипптің бір жері ашық тұрса да, тоқтап, ешкім жоқ екендігіне көзі жетіп, жан-жағына қарап, қыздың айтқанындай істейді. Керолдың қаңқылуы сонда да тоқтамайды. Филипп инвалидтердің орнына келіп тоқтайды. Екеуі бүгінгі 5-ші дау-дамайына түсіп, еркек инвалидтің орнын алсам да көзге көрінбейтін ол адам қалаған жеріне парковка жасай салады ғой деп ерегісіп тұрып алады. Қыз түк болмағандай бір сөзін қайталай берген соң нервісі шыдамай алдында тұрған маркетке көлігімен барып кіріп кетеді. Одан кейін еркектің үйіне экскурсияға барып, оның өмір салтын көріп, жиіркеніп кетеді. Оның 2 бассейні бар. Біреуі нәжіске толы болса, басқасы қоқысқа толы. Қыз сондай-ақ неге біреудің құнды суреттерін ұрлайсың деп айыптайды. Еркек не солар біреуге керек па деп ойын айтады. Еркек қыздың бұл мыжыңнан шаршап, лагеріне ораласың ау деп кетіп қалады. Келесі күні оны үйін жақсылап тұрып жинап жатқан Керол оятады. Еркекке дүкенге барып тазалайтын нәрселер алып келші, мынандай үйде қалай өмір сүресің деп тағы әңгімесін бастайды. Ішіндегілерін сыртқа шығарғысы келіп, доп достарына барып, Керол жайлы бәрі ойын айтып тастайды. Қызды бір-ақ күн білсем де, қазірдің өзінде өзімді ажырасып кеткіміз келетін жұп сияқты сезінем деп айтады. Ертесі қыздың көрші үйге ауысқанын біліп, өзін одан сайын жаман сезініп кетеді. Жоқ, сен бұл жерде тұрмайсың десе де, қыз қайтпай тұрып алады. Қыз, не, сені жалаңаш көріп қоям деп қорқасың ба дей салып еді, Филипп бет бермей бұтын шеше салады. Одан кейін қыз ұрпақ қалдыру мәселесіне көшеді. Қыз, бәлкім біз жер бетін қайта көбейту үшін таңдалып алынған адамдар шығармыз деп айтады. Еркек, сен жер бетіндегі соңғы әйел болсаң да сенімен жатпас едім деп айтып тастайды. Келесі сценада ол өзінің бассейндік туалетінде отырғанда қасына Керол келген көреміз. Қыз оған үйге таза су келетіндей құбыр жүргізші деп өтінеді. Өсімдік, көкөніс өсірейікті, жаңа піскен жемістер жегің келмей ма деп айтады. Еркек бас тартқанда қыз, не деген тәтті жеміс деп қызанақты бір тістейді. Еркекке бәрібір сияқты. Қыз бассейнге дәретке отыратын сенен сұраған, мен де ақымақ мынау деп кетіп қалады. Күн батқанда Филипп қыздың бағына келіп, оның барлық жемістерін асап-асап жей бастайды. Ертесі қыз есігін ұрып, ашылған есіктен денесіне қызанақтардың бөлшектері жабысып қалған еркекті көреді. Филипп, сенің көкөністеріңді жеген мен емес деп қызды ақымақ көреді. Қыздың аяғына қарап, үйге таза су жүргізбек болып, аяғын жаралап алғанын байқайды. Қыз да шаршап, заңға бағынышты адам сияқты өмір сүруден бас тартады. Филипп қызда оған еліктеп, фонтаннан дәретхана жасамақшы болған көреді. Қыз, біз таңдап алынған емес, керісінше ұмыт болған жұп сияқтымыз ғой деп қапаланады. Керол, $1 миллион тұратын жекежайымызға бір адам сияқты су құбырын жасай алмай жатсақ, адамзатты қайта өркендету жайлы бізге армандау қайда деп өкінішін білдіреді. Әрдайым оптимист болып жүретін Керолға үйреніп қалған Филипп оның мұндай жағдайын көріп жан ашып кетеді. Сондықтан еркек қалалық су қоймасына келіп, Керолдың бағына әйтеуір су жеткізудің амалын табады. Қыз оның мұндай қырының бар екеніне қуанып, кешкі асқа шақырады. Кешке Филипп ұзақ уақыттан кейін жаңа піскен жемістерді жеп ләззат алып отыр. Төсек қатынасы жайлы сөз қозғап, Филипп, мен қазір дайынмын деп дереу жауап береді. Қыз, жоқ, мен сенімен төсекке тек үйленгеннен кейін ғана жатамын деп айтады. Филипп, не, бұлың әзіл ма деп күледі. Қыз, жоқ, шын айтам дейді. Еркекке бұл идея қисынсыз болып көрінгенмен жарайды, айтқаным болсын деп ертесі үйленуді шешеді. Келесі сценада екеуі шіркеуде, бір-біріне ант беру үстінде. Филипп некені еш керексіз деп есептесе де келіседі. Олар шіркеуден шыққандарында оларды көптеген қонақтар қарсы алады. Еркек қателік жасағанын түсініп, қатты айқайлап, ұйқысынан атып тұрады.
түс екен ғой деп терезеден сыртқа қарап, сыртта адамдар жоқ екенін көріп, бәсе деп қайта жатады. Сәлден кейін Кэрол оған тамақпен келіп, дауыс беру арқылы ақш-тың жаңа президентін сайлауымыз керек деп айтады. Оның еш мән мағынасы жоқ болса да, Филипп жарайды деп өзін президент етіп сайлап алады. Артынша спагеттиден дәм татып, Кэролдың айтуынша фрикаделькиден кем түспейтін жүзім шарларын да жей бастайды. Ертесі Кэрол көп күткен неке қию күнінде келіп жетеді. Кэрол безендірмелер мен торт әзірлейді. Ал Филиппке жүзік алып кел деп бұйырады. Бірақ оның орнына еркек өзінің топ достарына бойдақшылық отырысын жасап, парковка алаңында кездейсоқ заттарға от атып, дүкендегі манекен қызға келіп, сен әрқашан менің жегімдесің деп қоштасады. Күн аяғында ол шіркеуге аттанады. Ал оның ішінен олардың некесі кезінде қызмет ететін магнитофонға көзі түсіп кетеді. Бір-біріне ант берген соң, ең басты сәт бір-біріне жүзік кигізу моменті келеді. Сол арада Кэрол Филипп ешқандай жүзік алып келмегендігін түсінеді. Қыз әбден тырысқаны зая кеткеніне қапаланып, неке салтанатын тоқтатады. Кейін Филипп қызға келіп есігін тоқылдатқанмен қыз жауап бермейді. Болмаған соң есікті сындырып үйге кіреді. Ішті көріп Филипптің аузы ашылып қалады. Қыз шынымен де олардың үйлену үшін қатты тырысқандығын көреді. Тіпті керемет торт жасап, төбесіне екеуінің сүйкімді мүсіндерін қойып қойған екен. Филипп істегеніне өкініп, қызға келіп кешірім сұрайды. Еркек, шынымды айтсам, тұлға ретінде сені онша жақтырмаймын, тамағында онша емес деп мойындайды. Бірақ сенсіз мен қазір мұнда тұрмас едім деп, кеттік деп, ерекше бір нәрсе жасауға шақырады. Еркек оны зергерлік дүкенге алып келіп, Кэрол ішінен ұнаған барлық жүзіктерді қолына тағып алады. Ақыры екеуі неке қиып, ерлі зайыпты атанады. Түнде олар махаббатпен айналысады. Бірақ бұл Филипптің ойындағыдай болмайды. Кэрол өзі тартымды деп есептейтін біртүрлі нәрселерді айта бастайды. Ертесі қыз үйге келіп, оның ракетбол ойнап жатқанын көреді. Еркек қыз тағы да мыжыңдай бастай ма деп еді, бірақ қыз оған қосылып ойын ойнап кетеді. Күннің келесі бөлігін екеуі әдетте тек Филиппке қызық нәрселермен айналысумен өткізеді. Олар отқа төзімді костюм тігіп, бір-біріне от атады. Бульдозермен пиво банкілерін мыжып өтеді. Одан кейін Филипптің экс қызы манекенге келеді. Кэрол кішкене әйелдерше сөйлесіп, сыртқа шығарып, неге менің күйеуіме қырындайсың деп әбден ұрып жығады. Филипп өмірінде бірінші рет үйленгеніне қуанып, болашақ өмірлері бақытты болады деп үміттенеді. Олар үйіне қайтып бара жатып, кенеттен бір лимузинге кезігіп қалады. Ішінен әп-әдемі, сұп-сұлу, кеп-керемет бір жан шығады. Үйленгенде қуанып жүрген Филипп қызды көріп, бұл шешіміне қатты өкінеді. Қыз түсе салып, өзін Мелисса деп таныстырады. Осы жаңа үйленіп, өзін бақытты сезім келе жатқан Филипп қызды көріп, қайтадан ажырасқысы келіп кетеді. Сөйтсе, Мелисса Филипптің әлгі тосонда әлі тірі адам бар деген жазуын көріп, осында 2 апта бұрын келіп, тірі адамның нақты адресі жазылмағандықтан, осында ары-бері біраз жүріп қалдым деп айтады. Филипп іштей әлгі сөздерді жазып қалдырғанын қандай жақсы болды деп, оның түрі күндей жайнап кеткендігін көреміз. Үйге келе салысымен Филипп жаңа қызға барынша өзін көрсеткісі келеді. Бірақ Кэрол оңайлықпен оны істетпейді. Кэрол қызға мен оның өміріне келмей тұрып, оның бассейні дәретханада, үй толған қоқыста өмір сүрді деп айтып тастайды. Филипп оған үйінде қалуды ұсынады. Бірақ қыз жоқ, қоя бер, қасындағы үйлерде тұра берген, ыңғайлы деп жылы жауап қайтарады. Байғұс еркек қоштасып тұрып та оның шашын иіскеп өліп бара жатыр. Кейіндеу әйелдер өзара асханада сөйлесіп тұрған сәттерінде көздері Филиппке түсіп, Кэролдың көзі шығып кете жаздайды. Джунглиден шыққан сияқты болып жүретін еркек тап-таза қаралған беті, әп-әдемі киім, тиянақты қайрылған шашымен алдымызға шығады. Ол бұны Мелисса үшін жасағанмен, комплиментті тек әйелі ғана жасайды. Түнде үшеуі тамақтанып отырып, Филипп Мелиссамен флирт жасамақшы болады. Ол қыз не айтса да келісіп, олардың ортақ нәрсесі көп екендігін көрсету үшін жоқ әңгімелерді ойлап табады. Бірақ әңгіме аяғында Кэрол оның айтқандарының бәрін жоққа шығарып, еркектің бір жерін ашытып жібереді. Сол түні Мелисса келіп, оны душ қабылдауға шақырады. Еркек тілі салақтап, артынан еріп барып еді, бірақ бөлмеге кіріп, оның күтіп отырған әйелін көреді. Тағы да шошып, ұйқысынан атып тұрады. Ертесі Мелисса үйлеріне келіп, есік тоқылдатып, Филипптің беліп тұрып жаттығып жатқанын көреді. Еркек оған өзін нағыз отбасын асыраушы адам ретінде көрсеткісі келгенмен, қыз оған сене қоймайды. Мелисса одан үй жанындағы көлік жайлы сұрауға келген екен. Сөйтсе, еркек оны қыздың лимузиніне соғысқанның кешірім ретінде алып келген екен. Кэрол болса, үйінің есігін жамай алмай жүргенде, басқа елге қызмет етіп жүргенін көріп, іші ашып кетеді.
кейіндеу есікті жөндемек болады, бірақ өзінің бұл істе түкке жарамайтынын көрсетеді. Мелисса ерлі-зайыптыны ішімдік ішіп әңгіме құруға шақырады, бірақ Филипп әйелім ауырып қалды деп үндемей қызбен кетіп қалады. Мелисса мастау күйінде еркекке сен бойдақ болғанда сенімен жатар едім, бірақ сен үйленгенсің деп ойын айтады. Филипп шок болады, өйткені ол қыздан дәл өз сөзді естігісі келген еді. Ол дереу Керолға барып сенімен ажырасам деп айтпақшы болып еді, бірақ іште әйелі екеуінің сүйкімді суретін салып отырған көреді. Әйелі есікті дұрыстап жамай алмасаң да алғысымды білдірем деп айтады. Филипп әйелін аяп ажырасу жайлы айта алмай қалады. Келесі сценада спорттық автомобильдің Филипп жазып қалдырған тусонда тірі қалған адам бар деген жазудың алдына келіп тоқтағандығын көреміз. Көліктен еркек түсіп, жер бетінде тірі қалған тек үшеуі ғана емес екендігін түсінеміз. Басқаларын табарын деп көлік Тусон қаласына бағытталады. Мына жақта жылы компанияда әлгі үшеуі ішімдік ішіп, жылы әңгіме дүкен құрып отыр. Керол Филипптің нервіне тиіп, Мелиссаға күйеу екеуінің үйлену тойы жайлы бәрін айтып береді. Ал Филипп қыз, ол Керолды жақсы көреді деп ойлап қалған қаламайды. Қызбен жеке қалған сәтінде еркек кешегі тақырыпты қайта талқылағысы келеді. Мелисса болса, өткенде айтқандарым артық ішкенімнен болған болар деп ұялып қалады. Еркек болса, жоқ, ұялмай-ақ қой деп айтады. Қыз болса, мен сен сияқты әйелі бар еркекпен ешқашан жатпаймын деп ойын білдіреді. Филипп некенің кесірінен осындай жағдайға түстім деп көңілі түсіп, беті ақ кетеді. Келесі күні ол жаңа жоспар ойлап тауып, онымен өзінің топ достарымен бөліседі. Оның данышпан планы мынандай: егер Керол екеуінің балдары ғана жер бетіне тараса, онда олар да өз кезегінде бір-бірімен қосылуға мәжбүр болады. Ал егер оның екі әйелден балдары болса, ұрпақтары ешқандай кемістік, аурусыз жер бетіне тарай алады. Енді Филипп жай ғана екі әйелді осы планға сендіру ғана қажет. Келесі сценада Филипп Мелиссаның үйіне барып, сен өзің және адамзатқа игілік тілейсің бе деп сұрайды. Қыз иә деп жауап бергенде, бұл онымен жатам дегенің белгісі деп ары қарай әйеліне барады. Одан кейін ол Керолға бір нәрсені қатты мазалап жүргендей жылап барады. Ол не болып қалды деп еді? Филипп балаларымыздың жер бетін бір-бірімен қосылып көбейту жайлы ойласам мазам кетеді деп өтірігін сандырақтайды. Керол да оның уайымына беріліп кеткен сәтті қолданып, бәлкім Мелисса мен балаларымыз болса, бұндай жағдай болмауы мүмкін деп айтады. Керол оған үзілді-кесілді қарсы болғанмен ойлануға уақыт берші деп сұрайды. Еркек, мен басқа әйелмен болып саған шөп салғым келмейді, бірақ амал жоқ, адамзат үшін осындай қадамға баруға тура келеді деп айтады. Керол Мелиссаның Филипп бойдақ болғанда онымен жатар едім деп айтқанын біліп жынданып кетеді. Филиппті үйінен шығарып, Мелиссаға барып ұрыс шығармақшы болады. Кейін Мелисса Филиппке келіп, әйеліне не айтқан жайлы білмек болады. Сөйтіп Мелисса да оның әрекетіне ыза болып, ашумен кетіп қалады. Еркек енді айыбын жуып шаю амалын табу керек. Сондықтан ол әйелдер кнопканы бірнеше рет басып, ашулары басылмағанша оны суға батырып шығаратын сасық иісті өлтіріп таста деген ойын ұйымдастырады. Бірақ ойы іске аспай, қыздар оны еш елемей өтіп кете береді. Сондықтан амал жоқ, өзін суға бірнеше рет батырып шығарады. 3 сағаттан кейін әйелдер келіп, ішке жүрші, сөйлесейік дейді. Ол екеуі мені кешірім сұрататын шығар деп ойлайды. Әйткенмен керісінше Керол оған адамзат үшін саған Мелиссамен қосылуға рұқсат беремін деп айтады. Филипп, жоқ, сендер әзілдеп отырсыңдар ғой деп айтады. Бірақ Мелисса Керолдың сөзін растап, сенімен махаббатпен айналысуға дайынмын деп айтады. Бірақ олардың ара қатынасы шектен шығып кетпес үшін олар ұстануы керек болатын бірнеше ереже бар. Олар бір айда 3 рет махаббатпен айналыса алады. Күндігінде де солай, тек 3 рет. Филипп, иә, әрине, адамзат үшін бұл жан пидаға әзірмін деп бет жасап алып, үйіне барып, қуаныштан жастықты бетіне жауып, қатты айқайлайды. Филипптің көптен күткен күні де келіп жетті. Филипп жуынып, әдемі киім киіп алып шығып еді, оны Керол тоқтатады. Әйелі оған еркек қуаттылығы үшін арахис беріп, махаббатқа қатты беріліп кетпей, тез арада үйге орал деп айтады. Біраз уақыттан кейін еркек Мелиссаны романтикалық кездесуге шақырады. Еркек бәрін романтикалық түрде істегісі келгенмен, Мелисса бұған міндет ретінде ғана қарап, оның тезірек әйеліне оралғанын қалайды. Филипп қызға арнап айдаладан көрінетін фейерверк ұйымдастырады. Әлгі спорттық көліктегі еркек бұны байқап, машинасын бұрып ізге түседі. Фейерверкті көрмей тұрып, ол қалада апта бойы теңселіп кетейін деп жүрген екен. Филипп пен Мелисса сүйісуге сәл қалғанда тарс етіп көліктің даусын естиді. Филипп тағы да Керол шығар, тағы да не болып қалды деп еді, бірақ оның орнына көліктен түскен еркекті көреді. Екеуінің де түрі аң-таң болады.
бұл фейерверкті көрмей тұрып Мексикаға кетпекші болып шығыстан келген техник Тодд деген еркек екен. Филипп оған күте тұршы, біздің қолымыз бос емес дейді. Бірақ екінші еркек пайда болған соң Мелиссаның Филипппен махаббатпен айналысуының мәнісі кетіп қалады. Келесі сценада Филипп ашу түрмен Керолға оралып, болғанның барлығын айтып береді. Әйел болса, оның күйеуі енді басқа әйелмен болуының керек еместігін біліп, қуаныштан бас айналады. Филипп болса, жоқ, Мелисса онымен махаббатпен айналыспауы қажет. Өйткені Тоддың денесі онша емес деп үмітін үзбейді. Кейін төртеуі сыртта жиналып, ресми түрде таныспақшы болады. Сыртта Тодд менің сүйікті кином Шоушенктен қашу болып табылады деп еді. Сөйтсе бұл кино Мелиссаның да сүйікті киносы екен. Филипп те білгішсініп, бұл кинодағы Том Хэнкстің ойыны айрықша ұнайды деп айтады. Бірақ негізінде ол актер бұл кинода тіпті ойнамайды. Барлық назар Тоддқа аударылғанын көріп, Филипп оның салмағы жайлы орынсыз әзілдер айта бастайды. Әйелдер, "Ей, қой" дегенмен Тодд бұған сабырлы қарайды. Еркек, "Кішкентай кезімде ата-анам қайтыс болған соң тамақты көп жей бастадым. Ал семіріп кеткен соң барлығы мазақтай беретін еді. Сондықтан ондай нәрсеге мән бермеймін" деп әйелдердің аянышына бөлінеді. Сәлден кейін Тодд пен Мелисса демалу үшін Ерлі-зайыптыны тастап кетеді. Керол олар арасында сезім бар екендігін байқадым деп айтады. Тіпті олардың құдасы да болғым келеді деп Филипптің жанына тиеді. Одан кейінгі күні Керол төртеумізге арнап кездесу жасап, әдейі соңғы сәтте одан бас тартамын деп жоспарын айтады. Осылайша Тодд пен Мелисса күнді бірге өткізе алады. Керол ақыры екеуін шақырып, өзі болса құсып жібергендей әрекет жасайды. Филипп те бармай қойсын, маған үйде көмектеседі деп сылтау айтады. Осылайша Керолдың ойы іске асады. Қосшып картинг айдайды. Уақыттарын көңілді өткізеді. Филипп болса, Тодд әйелдердің көңілін таба алмайды деп өзінше сыбырлап, арттарынан аңдып жүреді. Сол күні кешкі Керолға келіп, әйелі ойлап тапқан құрылғымен оған ыдыс жууға жәрдемдеседі. Әйелі Филиппке, "Біздің сүйікті жұбымыз бүгінде кездесуге бармақшы. Өйткені бірінші кездесу өте көңілді өтіпті" деп хабарлайды. Филипп оларға кездесуді ұйымдастыра бермеші деп айтып еді. Сөйтсе бүгін кездесуді Мелиссаның өзі ұйымдастырған екен. Филипп ол екеуі тағы да бірге қалғанын қаламай, кездесуге біз де барамыз деп айтады. Екі жұп теннис кортына келіп, Филипп үстіңгі киімін шешіп, Тоддқа да солай істеуін өтінеді. Ол еркекті ұялттырамын деп ойлайды. Бірақ Тодд еш уайымдамай киімін шешіп тастайды. Кенеттен Мелисса терең демалады. Филипп бұл оған Тедтің денесі ұнамағандықтан шығар деп ойлайды. Сөйтсе қыз оның қарнының шетіндегі тыртыққа қарап тұр екен. Тодд, "Кішкентай кезімде асыранды інімді аман-есен алып қалу үшін бүйрегімді құрбан еттім" деп баяндайды. Әйелдердің тағы да оған жаны ашып, назарларын соған аударады. Филипп барынша әйелдердің назарын өзіне аудартқысы келгенмен, нәзік жандылар күні бойы Тоддты тыңдаудан жалықпайтындай болып көрінеді. Сөйтсе, Тодд өзінің бүйрегін құрбан еткен адам трансплантация кезінде көзін жұмды. Бұл жағдайды есіне алған Тоддың көңіл күйі түсіп кетеді. Барлығын көзінше кешірім сұрап кетіп қалады. Сәлден соң ерлі-зайыпты оның артынан іздеп барып, оның Мелиссамен сүйісіп жатқандығын көреді. Керол, "Сен екі жасты әдейі бір-біріне жақындату үшін Тоддқа киімін әдейі шешкізіп, қыз оның тыртығын кездейсоқ көріп қалады деп жоспарладың ғой" деп айтады. Филипп "Иә" дей салғанмен, іштей қызғаныштан от болып жанып жатыр. Кешке жақын Филипп Мелиссаға келіп, "Ешқашан семіздерге сенбе, олар жалпы алғанда жақсы адамдар емес" деп айтады. Мелисса оған "Таза мал екенсің" деп есікті тарс етіп жабады. Филипп жалынып тұрып қыздан кешірім сұрай бастайды. Қыз ақыры есікті қайта ашады. Осыдан кейін олар Филипптің сүйікті барына барып, қызды өздерінің топ достарымен таныстырады. Мелисса бірінші рет шынайы Филиппті көргендей болады. Еркек болса, "Шоушенктен қашу менің сүйікті кином емес" деп мойындайды. Еркек өтірік айту сендердің әңгімелеріңе ілесудің жалғыз жолы сияқты көрінді деп шындығын айтады. Әңгіме барысында Филиппте қызбен жақсы тіл табыс кете алармын деген ой пайда болады. "Сен маған қатты ұнайсың" деп қызды кездесуге шақырады. Бірақ еркектің өкінішіне орай қыз бас тартады. Өйткені ол некедегі еркек, ал өзі Тоддпен кездесіп жатыр. Филипп түк болмағандай, "Айтқандарыма мән берме, бұл жай ғана Керолға айтамын ба деген сөздерім ғой" деп алдай салады. Бірақ қыз іштей еркек шынымен де оны қатты ұнататындығын біліп тұр. Сол сәтте Мелисса Филиппті шақырып алады. Аяқ астынан онымен сүйісе бастайды. Көп ұзамай екеуінің төсекке ауысқанын көреміз. Қыз дауыстары сыртқа шықпасын деп магнитофонның дауысын бақыртып қояды. Сөйтсе, бұл оған міне 3-ші мәрте пранк істеп жатқан қарғыс атқыр түс екен. Бірақ түсінде естіген магнитофондағы ән әлі ойнап тұр. Бірақ сыртта Мелиссаның үйінде ұйықтап еді, тағы түс көреді. Бұл жолы қыз бен еркекке Тодд та қосылады. Филипп шошынып оянып кетеді.
Келесі күні оны өзінің баяғы дәретханасы бассейнде отырғанын көреміз. Әйелі бассейнді тазала, болмаса өзім күніге таң атқанда істейтінімдей жақын жердегі мотельге барып дәрет сындырамын деп айтады. Еркекке бәрібір, өйткені өткен түні ол дерлік ұйықтай алмай әбіржіп отыр. Кейінде ол Тодқа келіп, оның керемет көңіл күймен отырғандығын көреді. Ол одан түнде неге әнді бақыртып қойдыңдар дегенде, жай Мелисса екеуміз ән тыңдадық дейді. Филипп одан бірнеше рет сұрап, ақыры қызбен махаббатпен айналысқандығын бойындатады. Филипп іші ашып тұрса да бет жасап алып, өтіріктен қуанғандай күле салады. Тод түнде болған барлық нәрсені оған егжей-тегжей айтып береді. Оларға сол сәтте Мелисса келіп, жігітін шақырып алады. Филипп те қыбыржып, оларға қосылғысы келгенде Мелисса қоя салшы дейді. Тод, қазір біз тағы да махаббатпен айналысамыз деп Филипптің ішін удай ашытып, қыздың артынан еріп кетеді. Көңілі минусқа түсіп кеткен Филипп үйіне келіп, алкогольға толтырылған балаларға арналған бассейніне бетпен құлайды. Ол Тод пен Мелисса арасындағы болған жайтты қанша тырысса да ойынан алып тастай алмайды. Ұйықтайын десе де көршідегі жұптың музыкасы оған тыныштық бермейді. Келесі күні таңертең Керол оған жаным-ау, бассейнді тазалашы, өтінем деп айтады. Филипп тыңдағысы келмей, иә, істеймін деп айта салады. Керол, Мелисса маған кеше ол өміріндегі ең күшті түнді өткіздің деп айтты деп хабарлайды. Филипп бұл әңгімелерден шаршап, әннің кесірінен ұйқым қашып кетті деп шағымдана береді. Әйелі, сен ақштың президентсің ғой, ұмыттың ба? Оларға олай у-шу шығарма деп бұйрық берсең болды, қоя салады ғой деп ой салады. Бұл идея оған ұнап, сол күні көршілердің жиналысын істейді. Ол жерге еркек тақта алып келіп, қауымдастығымызды жақсарту, дамыту үшін аптасына бір рет осында шағымдарыңызды жазсаңыздар болады деп жария етеді. Ол бірінші шағымды мен жазып көрейін деп айтады. Бірақ өздеріңіз түсінгендеріңіздей, оның шағымы махаббатпен айналысуға тыйым салу мен у-шуды доғару. Аңқаулау Тод оның шынайы ниетін түсіне қоймайды. Мелисса болса дереу оның ойын оқып қояды. Қыз оның ақымақ бұйрығына бағынудан бас тартады. Оның орнына олар бір ауыздан оның нәжіске толы бассейнді тазалауына дауыс береді. Ертес азанда амал жоқ гидрокостюм киіп, өзінің ласқа толы бассейніне түседі. Бірнеше лас шелек алып шығайын деп еді, қолынан түсіп, қайтадан суға тап болады. Сәлден кейін ағары шығып, жұмысын тастап кетеді. Соңғы кездері мүлдем жолы болмай жүргеніне шаршап, бассейннің қасында жатып алып жылайды. Кенеттен Мелисса келіп, менімен кішкене сөйлесе аласың ба деп айтады. Қыз, өткенде еркектің мойындағаннан кейін Тод екеуміз сенің көзінше жүріп жатқанымызға кішкене ыңғайсызданамын деп айтады. Филипп болса, жоқ, айттым ғой, ол саған емес, Керолға айтпақ болған сөзім болған еді деп мойындауға ерік бермейді. Әйткенмен қыз оған бұл мәселені жабайық, біз екеуміз бірге бола алмаймыз деп нүкте қоймақшы болады. Қыз кетпес бұрын Филипп соңғы мәрте, егер Тед болмағанда менімен жатар ма едің деп сұрайды. Қыз оған жауап бергісі келмейді. Өйткені Тод оның жігіті, сондықтан жағдайды еш өзгерте алмаймыз деп айтады. Филипп қыздың айтқанын біраз отырып алып ойланады. Оның мұңы сол жерде Тодқа деген жек көрушілікке ауысады. Еркек өз алдына Тодтан қалайда болса құтылу мақсатын қояды. Келесі сценада ол Тодтың үйіне келіп, тоқылдатып, оған кеттік көлікте айналып қайтайық деп ұсыныс жасайды. 3 сағат шөлейт далада жүріп, қайта келе жатқандары түсініксіз. Тод тағы да Филипптің нервін қоздырып, Мелиссамен күніге сағаттап керемет махаббатпен айналысып жүрік деп қуанышын білдіреді. Филипп әңгімесін естіп, оны тезірек көліктен лақтырып жібергісі келеді. Шөлейт айдалаға келгенде Филипп дөңгелегім жарылды деп көлікті тоқтатады. Еркек көліктен түскенде машинасына отырып зыта қалады. Бірақ іштегі ары жібермей қайта оралмақшы болады. Бірақ қайттан ойын өзгертіп, солай 1 минут ары, бері қимылдап тұра береді. Ақыры Тодқа оралады. Тод болса көлікке отырып, сенің қайта келетініңді біліп едім деп әзілдемекші болады. Ол Филиппке ешқандай жаман сөз айтпай, жақсы доспыз деп сенеді. Тіптен осы өміріме керемет қызыма, сендей достарымның бар екендігіне қатты шүкіршілік етемін деп ризашылығын білдіреді. Филипп болса, оның бұл сөздерін естіп, іштей істемек болған арама әрекетінен өзінен өзі ұялып қалады. Үйге оралып, ол жаңа мотивациямен бассейнді тазалауға кіріседі. Ол гидрокостюм киіп, жұмысын толық аяқтамағанша бірнеше сағат тоқтамай жұмысты істейді. Керол оған сасық иісті
сезбеу үшін мұрнына тығылған папиросты қағазбен келеді. Филипп өзінің бірнеше сағаттық жұмысының нәтижесін көрсін деп қағазды алып тастауға мәжбүрлейді. Әйелі қуанышын жасыра алмай, рахмет, сендей күйеуің бар болғанына бақыттым деп құшақтап алады. Филипп бірінші мәрте оның бұлай айтқанына әжептәуір қуанып қалады. Ол тіпті әйелі күніге мотельге дәрет сындыруға бармасын деп оған жаңа әжетхана тауып қойыпты. Кешке көршілер жанып тұрған оттың айналасында жиналып ішімдік ішіп отыр. Керол Тодқа киім-кешегін басқа бөлмеге көшіргеніне алғысын білдіреді. Онымен тоқтамай, ол сондай-ақ сүйіктісі Мелиссаға әдемі білезік жасап беріпті. Филипп тағы да назардың барлығы басқа еркекке аударылғанын жақтырмаса да тып-тыныш бәрін тыңдап отырады. Ал төртеуі бейнеленген мүсінді көрсеткенде әдейі мүсінді түртіп қалып жерге түсіріп, "Қойбай, кешіріңіздер, әдейі істемедім" деп алдайды. Бірақ оның арам ойын біреу естіп қойғандай, мүсін құлағанда дәл соның мүсіні ғана сынып қалыпты. Келесі күні таңертең Керолға келіп, одан видео тіркеуші сұрайды. Сәтті қолданып, әйелі бір-біріміздің заттарымызды еркін қолдану үшін бірге тұрайық та деп ұсыныс жасайды. Қарасай, Мелисса мен Тод бірге тұрады. Біз не, олардан кембіз ба деп ашуланады. Филипп, қойш, мен жеке кеңістікті ұнатамын. Бірге тұруға бәрібір үйрене алмаймын деп ақталады. Ашу болып тұрған Керол, анау қарғыс атқыр есікті жөндеші, болмаса Тодқа жөндетемін деп айтады. Еркек есікті өлшегендей әрекет жасайды. Бірақ Керол іштей оның бәрібір оны істемейтінін біліп тұр. Одан кейін жолдас балдарына барып, тағы да Тод оның беделін түсіріп жатқандығына шағымданады. Енді ол Тодтан асып өту үшін орасан зор жоспар ойлап табу керек. Миында қосшы деп өзімен өзі сөйлесіп келе жатыр еді, жоспар дәл алдынан шыға салады. Бұл сиыр. Келесі сценада ол басқаларын үйіне тағы да жиналысқа шақырып алады. Ол есікті айқара аша салып еді, барлығының жақтары түсіп қайран қалады. 2 жыл бойы жануар көрмеген үшеуінің беттері қуанышқа толады. Бірақ Филипп оны сойып жекті дегенде басқалары "Езіңнен ауыстың ба? Одан сүт сауамыз" деп наразылық білдіреді. Тод тағы да қабілетін көрсетіп, "Мен туыс ағамның фермасында істегем. Сондықтан сүт сау мен май шайқауды нормально біліп қоям" деп айтады. Олар қайтадан Тодқа жабысып, Филипптің ішін аштады. Қыздар оғанда аяушылық білдіріп, көңіл аударсын деп, лактозаға аллергиям бар деп айтады. Қыздардың шынымен де оған жаны ашиды. Бірақ дереу сол жерде сүт мәселесіне көңілдері ауып кетеді. Оған қоса, шөп тек Тодтың ауласында бар. Сондықтан жануар оның үйінде тұру керек болады. Тод сиырды сауып, қыздарға су жаңа сүтті ішкізеді. Филипп Тодтың қолынан ләззаттанып сүт ішіп жатқан қыздарға жай ғана қарап тұрдан басқа еш амалы жоқ. Түн бола салысымен Филипп Тодтың артқы ауласына келіп, сиырды өзі саумақшы болады. Сүтті кайфпен ішіп жатыр еді, бірақ арғы жақтан Тод пен Мелисса да сүттен ұрттау үшін келе жатқандығын көріп тығылып қалады. Олардың бір-бірімен флирттап жатқандығын көріп, іштей қатты қызғанады. Олар кеткенде талға байланған сиырдың жібін шешіп, оны еркіндікке жібереді. Күн шыға салысымен қыздар сонша уақыт жемеген, сүтке әзірленген тағамды ішуге дайындалып отыр. Бірақ Тод келіп, сиырдың жоқ екендігін хабарлайды. Сол уақытта мына жақта Филипп сиырды барына алып келіп, достарына таныстырады. Оны тыңдаудан шаршамайтын достарына енді басқалар жоғалған деп есептейді сиырды қайта тауып, олардың жүрегін қайта жаулаймын деп айтады. Үйге келіп, жоғалған сиыр жайлы түк білмейтіндей кейіп жасалады. Мелисса оған қарап, сиырды осы сен ұрлап кеткен жоқсың ба деп сұрайды. Филипп ренжігендей болып, іштей олар біліп қоймаса жақсы болар еді деп тілейді. Басқалар карта алып, сиырды табу үшін райондарды бөліп, сол жақтарды аралайық деп шешеді. Мелисса іштей бұған Филипптің қатысы бар екендігін сезіп тұр. Сондықтан оның сүйікті бары орналасқан районды таңдайды. Әрқайсысы өздерінің райондарына жеткен сәтте Филипп Мелиссаны аңдып артына түседі. Бірақ қыз барға барып, шыққанда қасында ешқандай сиырдың жоқ екендігін байқаймыз. Қыз кеткен соң дереу барына кіріп, шынымен де онда ешқандай сиыр жоқ болып шығады. Жол болғанмен, бірақ енді шынымен жоғалған сиырды тезірек табу керек. Қаланы аралап жүріп, кімді көрді деп ойлайсыз? Солай. Қолына жоғалған сиырды ұстап келе жатқан Тодты көреді. Филипп іштей қарғыс атқыр, барлық мадақ қайтадан Тодқа кететін болды ғой деп ойлап еді, бірақ мұртты еркек оған сиырды табыстап, қыздарға мен тауып алдым деп айтты. Өйткені сиырды сен ұрладың деп айтқан Мелиссаға қосылмаймын деп ізгі ниетін білдіреді. Филипп жоқ, қоя бер, сен таптың ғой деп бас тартады. Ал кешке Филипптің қыздардың алдында тұрып, сиырды қалай тапқанын айтып, мақтанып жатқанын көреміз. Кейінірек түнде бір айқай естіп, орнынан атып тұрып, Керолдың үйінен шығып жатыр ау деп жүгіріп кетеді. Мелисса мен Тод та келіп үлгеріпті. Сөйтсе, сиыр қалай екені түсініксіз, бірақ Керолдың үйіне және де дәл өзінің жататын орнына тап болыпты.
Филипп түбінде бұл жағдайдан өзі қасірет шегетінін әлі білмей Керолды мазақтай бастайды. Бірақ сиырды орнынан қимылдату қиынға соққандықтан Керол Филипптің үйіне жатуға келеді. Филипп: мен түсінбеймін, сиыр үйіңе қалай кіріп кетіп жүр деп таңғалады. Әйел де түк білмегендей жоқ дей салады. Бірақ кейінірек әйелі бұны күйеуінің қасына жату үшін әдейі жасаған екендігін білеміз. Соңғы сценада екеуінің бір төсекте жатқандан көреміз. Керолдың бақыттан басы айналып жатыр, ал Филипптің басы қайғыдан айналып түсіп қалайын деп тұр. Филипп пен Керол ақыры бірге тұратын болды. Бірақ Филипп Керолдың дем беруші құрылғысының кесірінен еш ұйықтай алмайды. Тыныштала қойшы деп еді, бірақ бұл тек бірнеше минутқа созылады. Таң ата салып еді, ол Керолдың өзінің музейден ұрлаған Моне суретіне күшіктің суретін салып қойғандығын байқайды. Қыз суретті ерекшелеу, жандандыру үшін жасадым деп, бұл суреттің мұра тарихына аса мән бере қоймайды. Оған қоса танымал Ван Гогтың жанына үйрек балапанның бейнесін салып қойыпты. Одан әрі қыз оның үлкендерге арналған журналын қарындаушы қыздар деп атап, оларды бір бұрышқа тығып тастағандығын біледі. Еркек: ендігі әрі менің заттарыма тиісуші болмашы, бірге тұрсақ та бұл менің үйім екендігін ұмытпа деп айтады. Ұрсып тұрса да қыз алдап солап оны дүкеннен заттар алып келгізбекші болады. Еркек іштей оған қарғыс айтып сыртқа шығып кетеді. Ол жақтан тақтаға оған қарсы жазылған басқаларының шағымын көреді. Ал Тоддың Мелиссаның шашын қысқартып жатқандығын көріп, көңіл күйі нөл болады. Қызғаныштан өлген еркек шаш қысқартуға қатысты ойларын жазып тастайды. Сәлден кейін оның Керол айтқан заттардың бәрін алып шығып келе жатқанын көреміз. Бірақ үйге алып барудың орнына міне саған деп оның бәрін жағып тастайды. Бәріне шаршаған еркек: құдайым, өміріме өзгеріс алып келші деп сұрайды. Құдай оны естігендей сол сәтте бір көлік келіп тоқтайды. Ішінен өте сұлу екі әйел шығады. Олар да мұнда тосонда әлі тірі адам бар деген жазбаны көріп келген екен. Екі әйел соңғы 2 жылдан бері бірінші адамды жолықтырғандарына өте қуанышты. Әйелдер тағы да тірі адамдар бар ма дегеніне ол еш сөз айтпай, сәл ойланып, мен тосондағы жалғыз еркекпін деп өтірік айта салады. Оның неге бұлай айтқаны белгілі. Ол екі әйелді өзінің төсектесі қылмақ ойы бар. Олар өздерін Гейл және Эрика деп таныстырады. Гейл Филипп көрген әйелдердің ең үлкені, ал Эрика айтарлықтай тартымды австралиялық қыз. Екеуі еркекті өздерінің жеке жайларына алып келіп, бірін-бірі кезіктіргендерін атап, ішімдік іше бастайды. Әйелде: біз бір-бірімізді ақ үйде жолықтырдық және де сол уақыттан бері әлі ажырамадық деп баян етеді. Олар сондай-ақ осы уақытқа дейін екеуміз қарым-қатынас жасап жүріп келдік деп түсіндіреді. Бұл жаңалық Филиппті одан сайын қуантады. Әйелдер енді еркек пайда болған соң әлбетте ара қатынасты тоқтатамыз ғой деп айтады. Бұл сөз дәл Филипптің күткен сөзі. Бәрі керемет болып жатыр еді, бірақ сол сәтте ол өзінің жүзігін көріп, Керол есіне түсіп кетіп, әйеліне барып қайтуды шешеді. Ол сәлден соң кешкі асқа тұппа-тура келем деп шығып кетеді. Үйіне келіп, Керол айтқан барлық заттарды алып келіп, өтірік күлімсіреп, мен бүгін жорыққа шығып, түнде қайтып келмейтінімді ескертейін деп едім деп өтірігін соғады. Түк білмейтін Керол күйеуі жорыққа ешқандай жабдықсыз кетіп бара жатса да, еш нәрсеге күмәнданбай, оның қуанышты көңіл күйін көріп, жарайсың, алға деп қолдауын көрсетеді. Әңгімеден кейін суылдап барына келіп, киініп тұрып, жолдас балдармен сөйлесіп, Гейл мен Эрикаға баратырмын деп айтады. Олар әлбетте оны қолдайды. Өзін-өзі алдаған еркек бұл дұрыс таңдау деп шешеді. Оған қоса, Керол маған сен бақытты болсаң, мен де бақыттым деп айтты. Сондықтан екі әйелмен жатып, өзімді бақытты қылуым керек деп ойымен бөліседі. Келесі сценада тура кешкі асқа келген еркектің екі әйелдің алдында екі виномен тұрғанын көреміз. Бір-бірлерінің киімдеріне комплимент айтып, артынша қонақ бөлмесіне барып, кешкі асқа отырады. Гейл шеф-повар болғандықтан, қолында бар нәрселерден әртүрлі тағамдар әзірлеп қойыпты. Сол арада басқа жақта Мелисса, Тодд пен Керол үшеуі де қосылып тамақтанып жатыр. Филипп жайлы әңгіме қозғала салып еді, Мелисса ол жайлы сөйлескісі келмегендей болып көрінеді. Қыз оны мүлдем жақтырмаймын деп, ол өтірік айту дертіне шалдыққан деп есептейді. Ал Тодд керісінше Филипптің фанаты. Мелисса сен оны тым қатты сынға аласың. Ол екінші шансқа лайықты жігіт деп ойын айтады. Тодд оны барынша мақтап жатқан сәтте, мына жақта Эрика мен Гейл Филипптің аузына әбден алкогольді құйып жатыр. Барлығы керемет болып жатыр еді, бірақ кенеттен ол маған үлкен жастағы әйелдер мен қара нәсілді әйелдер ұнайды деп айтып қалып еді, қыздар оның бұл сөзіне ренжіп, одан алшақтай бастайды. Ол дереу сол жерде өтірік ойлап тауып, менің әйелім Керол жақында қайтыс болып, әлі өзіме келе алмай жүрмін. Сондықтан да қолымдағы жүзікті шешуге батылым бармай жүр деп айтады. Әйелдер оны аяп, қайтадан өздеріне тарта бастайды.
Еркек тіпті Кэролдың өлімі жайлы драмалық оқиға айтып, оның өлімі менің өміріме қатты әсер етті деп екеуіне ертегі айтып береді. Оған жайлы болсын деп кеттік жалаңаш шешініп жылы суға түсіп қайтайық деп ұсыныс жасайды. Еркек бұл ұсыныстан қуаныштан басы айналып кетеді. Мен бүгін екі әйелмен жатамын деп көңілі көкке көтеріледі. Ал мына жақта Кэрол, мен осы соңғы күндері маған көп жақсылық істеп жүрген күйеуіме бір ерекше нәрсе істесем қалай болады екен деп ойын айтып жатыр. Тодд келісіп, онда оны ырза қылу үшін үйде әдемі шараларға толтырып тастайық деп ой бөліседі. Мелисса Филипп бұған лайықты деп есептемесе де достарына көмектесуге келіседі. Сөйтіп үшеуі дүкенге жолға шығады. Ал оларға қарама-қарсы жылысуға әлгі үшеуі келе жатыр. Филипптің өкінішіне орай екі көлік бірін-бірі байқап тоқтап қалады. Гейл мен Эрика көшеге шығып, Тодд, Мелисса мен Кэролды қуана-қуана құшақтап алады. Олар бірін-бірі кезіктіргендеріне қуанғаны соншалықты бір сәтке Филипп жайлы ұмытып та кетеді. Екі әйел Филиппке сыртқа шықсай деп айтады. Сол сәтте Кэрол оның ішіндегі оның сүйікті күйеуі екендігін көреді. Ненің не екендігін түсінген адамдар оның бұл әрекетіне қатты ашуланады. Гейл мен Эрика оның басқа адамдардың бар екендігін айтпағандығына, Тодд оның көңілін қалдырғандығына, ал Кэрол оның шөп салмақ болған ойына қатты ренжиді. Филипп тағы өтірік ойлап тауып, жоқ, мен жай ғана бір-біріңді білмей тұрып, сендерге пранк жасағым келді деп айтады. Ешкім сенбесе де, еркек айтқаннан қайтпай бір сөзді қайталай береді. Сондай-ақ әйелдердің біреуі айтпақшы, сен Кэрол өліп қалды деп айтып едің ғой деп өтірігін ашады. Ол тағы да ертегі ойлап тауып, вирус тарамай тұрып, менің шынымен де Кэрол деген әйелім болған деп қоя қоймайды. Ақыр аяғында барлығы оған ашу түрмен көліктеріне мініп, оны жол ортасына тастап кетеді. Бүгінгі күн оның өміріндегі ең бақытты күн болады деп ойлаған Филипп енді амал жоқ, жаяу үйіне оралу керек. Қалаға келген жаңа әйелдерімен Тодд пен Мелисса төртеуі азда мен тәтті сүт ішіп, әңгіме дүкен құрып отыр. Олар бір-біріне Филиппті қаншалықты жек көретіндер жайлы айтып отыр. Сол сәтте Филипп келіп түк болмағандай әңгіме жүргізбекші болады. Олар оның айтқандарына мән бермей, игнор ұстап отырады. Ол әйтеуір былай да былай оларды әңгімеге тартпақшы болады, бірақ сәтсіз. Одан соң үйіне келіп, оны күтіп отырған Кэролды көреді. Ол біртүрлі дауыстан шығарып, сарказммен менің елес болғаныма кешірім сұраймын деп айта бастайды. Филипп болса, дұрыс түсінбедің, бұның барлығы жай ғана пранк қой деп ақтала береді. Кэрол, жоқ, сен таза скунссың деп, оған үйден құры деп айтады. Бұл өзінің үйі болса да, Филипп кешегіден кейін қызынікі дұрыс екендігін біліп, үйден кетпей тұрып, сырттағы екеуі бейнеленген суретке қарап, жөнімен кетіп қалады. Ол әрдайым қолдау табатын бірақ жер өзінің барына келеді. Оның ойынша, ол түнде үйіне оралмаса, басқалар оны іздеуге келеді деп сенім білдіреді. Болмаған соң шаршап бильярд столына жатып алады. Күні бойы басқалары келеді деп алкогольді бутылкалармен ойнап, достарына өнерін көрсетпекші болады. Сол арада Гейл мен Эрика Кэролға келіп, оған жаңғақтан жазылған пирог алып келіп, Филиппке сенгенімізге өкінеміз деп кешірім сұрайды. Олардың ешқандай күнәсі жоқ болса да, қыз тәлпіштеніп, оларды күнәлі болғандай сөйлейді. Ол осы жаңа жолықтырған жігітпен махаббатпен айналысу сендердің ойларыңша дұрыс нәрсе ма деп таңғалады. Одан кейін Кэролға Тодд пен Мелисса келеді. Кэрол оларға дерлік көз тастамай сұрақтарына қысқаша жауап беріп отырады. Кэрол олардың керемет қарым-қатынастарын көре алмай, бұл оны алаңдатпайтындай кейіппен отырады. Көре алмаушылығын білдірмеу үшін сендердің жұптарыңды сондай ұнатам, қане сүйсіңдерші деп алдамақшы болады. Әңгіме аяғында жұп оған ешқалай көмектесе алмайтынын түсініп, бізге қалаған уақытыңда келіп сөйлесе аласың деп тұрып кетеді. Ал Филипп барында 2 күн бойы қонып, оған ешкім келмейтінін түсінеді. Арасында күшті бір идея беретін басқа бір адам болғанда ғой деп армандап қояды. Келесі сценада ол Кэролдың есігін ұрып, Филипптің шашы бұйра егізі Майк ретінде таныстырады. Кэрол күлерін, жыларын білмей, бет бермей есікті жай жаба салады. Келесі күні азанда үстіне шөптен жасалған маскировка, ал қолына лакадыр ұстап алып, басқалардың өз жайлы не айтып жатқанын тығылып тұрып естімек болады. Олар оның патологиялық өтірікші екенін талқылап, бұл қылығы Кэролға қалай ықпал еткендігін сөз етеді. Олардың сөзін Филипп жай ғана қоқан лоқы деп санағанмен, кейін сәл ойланып, өзінің шынымен де таза өтірікші екендігі басына жетеді. Ойын қорытып, ол басқаларына соңғы мәрте келеді. Олар оның келгенін байқамағандай болып, өздерінше отыра береді. Ол өзінің кінәсін мойындап, Гейл мен Эрикаға жасамақ болған пранк емес, мен көп өтірік сөз айттым. Әсіресе саған, Кэрол, сен маған тек жақсылықты қалайтын едің. Ал мен үмітіңді ақтамадым деп шындығын айтады. Және де сенің ойындағыдай күйеу бола алмаған үшін кешір. Өйткені шіркеуде я деген сөзімде өтірік сөз еді деп сырын жаяды.
барлығы бұл жолы оның әрбір сөзі жүректен шығып жатқандығына сенеді. Келесі сцена барға ауысады. Достарына олар мені кешірмесе де іштегілерімді айтып жеңіліп қалдым деп ойын айтады. Кенеттен күтпеген адам келеді. Қолына Филипке арналып үскін сөз жазылған кілемшені ұстаған Керол келеді. Керол, біздің некемізде қанша тырыссам да осы кілем тәрізді еш ұйқаса қоймады деп қолына ажырасу жайлы документ табыстап, сол сәтте екеуі ажырасқан жұпқа айналады. Түсініксіз, бірақ документ жазып отырып Филип қайғырғандай болады. Сол сәтте екеуі беріліп тұрып сүйісе бастап еді, бірақ біз енді жай ғана доспыз деп бірін-бірі тоқтатады. Осыдан кейін олар ажырасқандары жайлы басқаларына хабарлайды. Гейл мен Эрика сол жерде олардың тек 3 апта ерлі зайыпты болғандарын аңғарады. Бұлар оған таңғалып, ажырасқан Филипті қайтадан өздерінің нысанасына алады. Келесі күні Филип өзінің үйінде жалғыз ары-бері жүрген сәтте Гейл келіп, саған ешқандай көмек керек емес пе еді деп қырындай бастайды. Филип оның ойын түсініп, сүйіспекші болып еді, бірақ сол сәтте өздерінің заттарын алып кетуге Керол келіп қалады. Қыз, ұялмаңдар, жалғастыра беріңдер деп айтады. Бірақ Керолдың көзінше ондай іспен айналысуға кішкене ыңғайсызданады. Гейл кетпей тұрып, сағат 3-те сақадай сай болып тұр. Мен келем деп, оның көзін қыздырады. Көзі жайнап кеткен Филип, әрине, күмәнім болмасын деп шығарып салады. Сол мезетте Тод пен Мелисаның үйіне ауысамыз. Жұптың қарым-қатынасы өте керемет. Еркек қызына жүрек формасындағы құймақша жасап, бірінші мәрте сені жақсы көремін деп шындығын айтады. Бірақ қызды солай жауап бердің орнына жай ғана рахметін айтады. Ондай жауапты күтпеген Тод сол сәтте біртүл болып қалады. Бірақ бет бермей жымиып тұра береді. Филип ақыры бөтен әйел, яғни Гейлмен жатамын деп көңіл күйі көкке көтеріледі. Ал Эриканы жолықтырғанда қуанышы космосқа ұшады. Қыз еркек бойдақ болғандықтан онымен қарым-қатынас құрғысы келеді. Олар сағат 5-ке жорыққа шығуға келіседі. Өйткені сағат 3-те ол Гейлмен жолығу керек. Сәлден соң Филип маркетке шығады. Бірақ жолай Тедті көріп, не болып қалды деп сұрайды. Ол, мен Мелисаға сені сүйемін деп айтып едім, ал ол жауап қатпай, тек рахметпен шектелді деп мұңын айтады. Филип оның күні Тодтан жақсы өтіп жатқанынан қуанып, әйткенмен, уайымдама бауырым, ол әлі сені жақсы көрем деп айтады. Өйткені сен ол жек көрмейтін жер бетіндегі жалғыз адамсың деп жұбатады. Тод кім біледі, болашақта туыс онда әлі тірі адам бар деген жазуды басқа да тірі қалған адамдар көріп, әлі көбейерміз деп ой салады. Филип бұл әңгімеден терең ойланып қалады. Өйткені басқа еркектер келсе, Гейл мен Эрика соларды таңдап кетуі мүмкін. Филип ол жазуды алып тастау уақыты келді деп жоспарын тез арада асырмақшы болып, еркек жазбаны баллончикпен сызып тастап, астына Тампаға көшіп кеткем деп бөтен бір жазу жазып қояды. Біреу оны көріп қалса, тосуға кірмейтін шығар деп үміттенеді. Өзінің планына тамсанып тұрған сәтте астындағы темпешек құлап, баннерден түсе алмай қалады. Ал Гейлмен кездесуіне 3-ақ сағат қалды. Ал секірейін десе майып болатыны көрініп тұр. Оған қоса жанып тұрған Аризона ыстығы оның терісін жаймен күйдіре бастайды. Ол қорқыныштан өкіре бастайды. Мына жақта Гейл Филиптің үйіне келіп, қайдасың деп, оны кезбелеп жүріп іздей бастайды. Бірақ ол еш жерде жоқ. Әйел бәлкім ол менімен әзілдескісі келген шығар деп, еліктіріп тұрып кроватына отырып алады. 2 сағаттан кейін Эрика да келіп, ұйықтап жатқан Гейлді көреді. Олар немене екеумізді кездесуге шақырып, екеумізді әдейі лақтырып кетті ма деп ойланып қалады. Одан кейін Мелисаның үйіне ауысамыз. Тод сүйіктісіне арнап құймақша пісіріп жатыр. Бірақ бұл жолы жүрек пішінде емес. Ол еркек кешелі бері жоқ болғанын байқап, жағдайды түземекші болады. Қыз сені сүйем деп айту бұл қарым-қатынасты өте маңызды қадам. Сондықтан бұл мәселемен асыққым келмейді деп айтады. Тод, сені түсінем деп қайғысын барынша жасырмақшы болады. Сол мезетте Филип күнге күйіп, әйтеуір бір көлеңкесі бар жерді таппақшы болады. Шалбарын шешіп, баннердің шетіне іліп, ең болмаса бетіне көлеңке түсіргісі келеді. Бірақ байғұстың шалбары ұшып, іш киіммен қалып кетеді. 1 сағаттан соң шыдай алмай, үстіндегі киімін тартып, ішіне жасырынбақшы болады. Бірақ бұл жолда сәтсіз. Керол Гейл мен Эриканы тауып, олардың кездесулері қалай өтті деп сұрайды. Қыздар, ол келмеді деген соң, байғұс-ай, ол өліп қалған шығар. Өйткені ол ешқашан 2 әйелмен жату мүмкіндігін жіберіп алмас еді деп тиісіп айтады. Келесі сценада мүшкілі ауыр Филиптің біреудің көлігінің шанағында жатқанын көреміз. Оны үйіне алып бара жатқан бейтаныс адам құтқарып қалған сияқты. Күн батқанда Керол басқаларын жинап, Филипті қалай табамыз, ақылдасайық дейді. Бірақ сол сәтте оларға бір көлік келіп, ішінен Филипті құтқарған бір еркек түседі. Сөйтсе оның да аты Филип Миллер екен. Ал бұрын әскерде қызмет еткем деп айтады.
әйелдер еркектің алдында қырындап ортақ әңгіме таппақшы болады. Оған қоса оның қауымдастыққа пайдасы тиетін майда шүйде заттарды жасап жөндей алатын қабілеті де бар болып шығады. Тодд Мелиссаның жаңа жігітке жақсы қатынасып жатқанын көріп, мен Мелиссаның жігітімін деп қолымен өзіне тартып алады. Әңгіме барысында жаңа Филипп оларға Тампаға көшіп кеткен деген жазба жайлы айтып береді. Барлығы Филипп неге бұлай жасайды екен деп, оның бұл әрекетін жақтырмай қалады. Жиналыстан кейін әрқайсысы үйлеріне тарап кетеді. Тодд Мелиссадан жаңа Филипп саған ұнайды ма деп сұрайды. Сүйіктісі жоқ, уайымдама, сенен басқа ешкімді ұнатпаймын деп ойын айтады. Бірақ Тодд сонда да бұл сөзіне қанағаттана қоймайды. Беті күнге күйіп кеткен Филипп болса орнынан тұра салып Гейлдің үйіне барып, кеттік ал, пландастырғанымызды жалғастырайық деп жетіп келеді. Бірақ Гейл мен демалуым керек деп оны үйіне кіргізбейді. Ал қайтар жолда Гейл, Эрика мен жаңа Филипп бірге ішімдік ішіп отырғандарын көріп қалады. Өзіне билікті қайтарып алу үшін келесі күні ақш-тың президенті ретінде қауымдастықтың жаңа жиналысын өткізеді. Жаңа Филипп үйлеріне жарық орнату үшін электр энергиясын беретін күн және жел станциясын құрғысы келетінін айтады. Барлығы оның ойын мақтап, ал Филиппті еш елемегендей болады. Гейл оған жаңа Филиппке өздерінің аталарының аттарын қолданыңдар дегенде жағдай одан сайын қиындап кетеді. Жаңа Филипптің атасы болмағандықтан байғұс Филиппке Тенди деген ат қосылып, оны ендігәрі Филипп Тенди деп атаймыз деп шешеді. Еркек келіспей, кеттік Дженга ойнайық, ұтқан адам өзінің атын сақтап қалады деп шарт қояды. Жаңа Филипп жеңіс тойлап, жол болмағыш Филиппке Тенди есімі қосылады. Бұл Тендидің ең жаман күндерінің бірі болғандықтан Керолға барып ішімдік ішпек болады. Бірақ оның өкінішіне орай Керол әдемі көйлек киіп алып Филиппке барайын деп жатыр екен. Тіпті Филипп Тенди қаншама уақыттан бері жөндей алмаған есігін су жаңадай түсеп қойыпты. Келесі күні Филиппке Керолдың үйінен шықпай қойған сиырды көрсетеді. Тодд тырыспай-ақ қой, ол бәрібір үйден шықпайды деген сәтінде Филипп әшейін түк болмағандай сиырды үйден шығарып жібереді. Қыздар ах деп қайтадан оған тамсанады. Тодд болса оның істегенін көре алмайды. Кейін Гейл, Эрика мен Керол еркекке өзара таласа бастайды. Әйткенмен Филипп олардың ішінен тек Керолды ұнататын тәрізді. Еркек Керолдың мысықтарға деген махаббатымен тігін тіге алу қабілетін тартымды деп есептейді. Бұл жаңалық Тендиге тіптен ұнамайды. Басқа елдер оған тек төсек үшін қажет болса, ал Керол онымен бірінші күндерден бері келе жатқан нағыз досы. Сондықтан еркекті Керолдың үйіне қалдырмау үшін оны өзінің үйіне шақырады. Көп ұзамай Филипп Тендидің үйіне көшіп келеді. Бір күні азанда Тенди үйде жалаңаш жүрген Филиппті көріп, еркек осылайша өзінің мускулдарын көрсетіп, бұл жерде кімнің қожайын екенін көрсеткісі келді деп ойлап қалады. Артынша ол да шешініп, достарына барып, менің де денем одан кем емес қоя деп сұрайды. Доптар әлбетте деп оны құптайды. Сөйтіп үйіне оралып, кімнің мұнда таза альфа екендігін көрсеткісі келеді. Бірақ кенеттен үйге Эрика кіріп қалып, оның жалаңаш денесін көріп, әбден күледі. Кейінірек дәл сол күні Тодд Филипптің қалада қоқыс көлігімен жүргенін көріп, ал артында оған жабысып алып, мәстүрмен Мелиссаның кетіп бара жатқанын байқайды. Тодд кейінірек Мелиссаға соғып, өтінем, Филипптен ары жүрші деп ойын айтады. Ол Мелисса мен тастап кетейін деп жатыр деп, жоқ, мен бірінші болып, онымен айырылсам деп шешемнің қызға айтып береді. Көңіл күйі түскен Мелисса тарс етіп есігін жабады. Ал мына жақта әйелдердің Филиппке деген күресі қызып жатыр. Бірақ бұл бәсекеде өзінің тігудегі керемет қабілеттерінің арқасында Керол отқан сияқты. Түнде жиналып, шағым тақтайына шығып, Керол Филипптің келуі біздің мәселеміздің жартысын шешіп бастады деп қуанышын жасырмайды. Филипп болса, тастаңдаршы, ол жай ғана бұның барлығын менің президент болғанымды көре алмай жасады деп наразылығын білдіреді. Басқалары, ал жарайды, ақш-тың президентін сайлайық деп барлығы Филиппке дауыс беріп, еркек қауымдастықтың жетекшісі болып сайланады. Тенди езесіне мен басқалары көкөніс өсіре алатын ферма салғам деп қоя қоймайды. Басқалары, ал мақұл, ертең азанда көреміз деп шешеді. Сондықтан Тенди өзінің өтірігі шығып қалмасын деп түні бойы жер жыртып шығады. Ал таң ата салысымен Тодд жетіп келіп, сен жоқ кезде Филипп барлық әйелдермен жатып шықты деп хабарлайды. Тенди Керолға келіп, Тоддың
айтқаны шын ба деп сұрайды, бірақ қыздан жоқ деген жауап алады. Сөйтсе, әйелдердің барлығының Филипптің үйінде жиналуының себебі тек оның үйінде ғана жылы су бар болғандықтан бүкілі сонда душ қабылдаған екен. Кейін Филипп пен Тенди әлгі тырмалаған жерге келіп, жарайсың Тенди деп, оның еңбекқорлығын мақтайды. Тенди әлде бір нәрсеге жарайды екенмін ғой деп ырза болып қалады. Оған тіпті жаңа еркек ұнай бастайды. Бірақ бұл сезім түнде Кэролдың дауысы шыққанда өшіп қалады. Филипп пен Кэрол түнімен махаббатпен айналысып шығады. Дауыстары көршілердің барлығына естіледі. Тендидің сол сәтте шатыры кетеді. Тод екеуі түнде оттың қасына отырып алып, Тенди оған Филиппті өлтіріп тастайықшы деп ойын айтады. Келесі күні азанда Филипп күн батареясын орнатып жатқанда екі еркек білдірмей оны аңдып отыр. Тодтың ашуы басылып, қой, адамды өлтіру жақсы идея емес деп айтады. Тенди болса, уайымдама, бұл оңай деп арам ойын айтады. Жай ғана шөлейт далаға алып барып, сол жерге тастап кетеміз дей салады. Тодтың есіне өзінде солай алып барып тастамақшы болып, бірақ кейін ойынан айнаған сәті түсіп кетеді. Тод, сен сонда мені де солай өлтірмекші болдың ба деп қатты қапаланады. Тенди, жоқ, мен жай ғана Филиппті жек көремін деп айқайлаған сәтте Филипп оны естіп қояды. Одан кейін Кэролға барып, Филиппке қашан күйеуге шығып үлгердің? Өйткені сен еркекке үйленбей, онымен ешқашан жатпаймын деп айтқаныңды нақты білем деп сұрақ қояды. Кэрол, саған мен тек қана бала-шаға туу үшін шықтым, ал Филипппен қарым-қатынасымыз жай ғана кездейсоқтық деп сылтауратады. Тендидің қатты іші ашып кетеді. Өйткені алғаш кездескендерінде Тенди Кэролдан дәл осыны қалаған еді. Кэрол, ақымағым-ау, мен қазір басқамен кездесіп жүргенде сенімен бірге бола алмаймын деп ес салады. Дәл сол күні кешке Филипп Тендидің өз жайлы айтқандарынан кейін оның үйінен кетпекші болады. Филипп оған, Кэрол маған шынымен де ұнайды, және де саған екеуміздің қарым-қатынасымызды бұзуға жол бермеймін деп ескертеді. Одан кейін Тенди оның психологтары, яғни достарына келіп, ішіндегілердің бәрін айтып салады. Сол жерде Кэрол жайлы айтып, экс-әйеліне қатты оралғысы келетіндігін түсінеді. Тек қана қызғаныштан емес, сондай-ақ ол оны түсінетін жақын жалғыз адам болғандықтан. Сондықтан әртүрлі дүкеннен түрлі әшекейлерді жинап, оның жүрегін қайта жаулаймын деп әйелге алып келіп береді. Бірақ Филипп келіп, Кэролды нәзік құшақтағанда планы іске аспай қалады. Кешке барлығы жиналып, Кэрол қуанып тұрып, Филипптің жаңа жетістігі шынымен де жанатын лампаны көрсетеді. Барлығы вау деп ауыздары ашылып қалады. Өйткені бұл олардың үйінде көп ұзамай жарық пайда болады деген сөз. Бірақ Тенди тағы да өзінің стилінде лампаны құлатып, оны ол істемегендей бет жасап алады. Барлығы оны айыптай бастап еді, ол тағы да саны жоқ сылтаулар ойлап таба бастайды. Ақыр аяғында Тод оның өтіріктерінен шаршап тұра салып, ол мені және де Филиппті өлтірмекші болды деп өтірігін ашады. Барлығы оның өтірікші екенін білген, бірақ дәл осындай әрекетке барады деп ойламапты. Барлығы шок болады. ақш-тың президенті ретінде Филипп, осыдан кейін бізбен бірге қала алмайсың. Ертең дереу көзіңді жоғалтып, ешқашан қайта келуші болма деп ескертеді. Филипп үшін бұл қатты толғаныс болады. Өйткені ол осы қауымдастықтың негізін қалаған адам. Ал басқалары оған жақтаспағанын көріп, көңілі түсіп кетеді. Ол реніш білдірмек болып, бөлмесіне кіріп, есікті жауып, ішіне қамал болады. Бұл 3 күнге созылады. Тамақтың орнына туалет қағазы мен тіс пастасымен қоректенеді. Кэрол уайымдап, Филипптен оның кешірім сұрайды. Бірақ еркек айтқаннан қайтпайды. Ол тіпті Тенди өліп қалса да ырза болар едім деп Кэролды шок қылады. Түнде Тендиге келіп, сыртқа шықшы, басқалар сені кешірді деп өтінеді. Кейіндеу ол ақыры келісіп, сыртта отқандарға келіп қосылады. Барлығы оны көріп қуанады, бірақ Филипп емес. Ол оны жерге жығып құлатады. Келесі сценада Тендидің көліктің шанағында жатқанын көреміз. Филипп оны айдалаға алып барып бастап, 2 күнге жететін азық-түлікпен жалғыз тастап кетеді. Бірақ оны жақын күндері ешкім алып кетпесе, өлетіні анық. Сол арада Мелисса барлығы жақсы мекен деп Тодқа келеді. Тод оған, мен сені жақсы көргеніммен, сен мені жақсы көрмейтініңді түсінемін. Бірақ маған бәрібір сияқты кейіп жасаудан шаршадым деп, екеуі қайта қосылып құшақтасады. Ал айдалада Тенди оны тастап кеткеніне 20 минут болмаған еді, бірақ тамақтың бүкілін жеп қойғанын көреміз. Ал кейінірек қарны ашып, шаршаған еркек күші жоқ халде жерде жатқанын көреміз. Кенеттен оған оның ең жақын достарының бірі Гарри домалап келген көреміз. Сөйтсе бұл өмірде оны шынымен де уайымдайтын жалғыз адам Кэрол екен.
әйел оған тасталған азық түлік бір күнге де жетпейтінін түсініп, тағы да жейтін тағамдар алып келген екен. Керол Тендиге мен тірі адамды шөлейт далаға өлтіруге тастап кететін адаммен бола алмайды екенмін деп, одан да бұған батылы бармайтын адаммен болған жақсы деп шындығын айтады. Тенди оған айтып қояйын, мен бәрібір де ақымақ тірліктер көп істейтінімді білесің ғой деп ескертеді. Әйел иә ақымағым-ау деп екеуі бәрін басынан бастап жаңа сапарға аттанады. Осылай сериалдың бірінші сезоны өзінің мәресіне жетті.